Қысқаша айтатын болсақ, әрине бұл кісі осы 1870 жылдардан бастап осы Орынбор губернаторына хат жазып, осы Темір өңіріне алғаш мешіт салуға рұқсат алады. Бұл 70 жылдардан бастап осы біздің қазіргі Солтошанов Хазіреттің салған мешітінің орнында алғаш мешіт құрылысы басталады. Бұл кісі жалпы әкесінен өзінің әкесінен Қашақ деген кісіден ілім алуды бастаған. Ал енді бұл кісінің жалпы жеке басында ілім алуды келетін болсақ, бір Орынбордың Қарғалы деген Слобода дейді, сол жерде бір медресесінде 12 жыл ілім алған. Түркияда, араб елдерінде жалғастырған. Осы Темір қаласының Шұбар елді мекенінің өзінің қазіргі мешітінің тұсында медреседе салынған. Сол жерде бас аяғы 1870 жылдар мен 25 жылдар аралығында 2000-нан астам шәкірт тәрбиеленген дейді. Бұл біз білетін шамамен. Ал 1927 жылы сол медресені мешітті толық жабады. Жапқанға дейін үлкен осы қаншама шәкірттер тәрбиелеп шығарады. Бұл кісі 1890 жылы қайтыс болады. Бір қайтыс болғаннан кейін де өзінің ол жұмысты өзінің балалары Абдулла деген кісілер балалары сол молдалықты медреседе жұмысты істеуді жалғастырады. Сол 27 жылы толық большевиктер жапқанға дейін. Ал енді бұл кісінің және халыққа көп құрғаны мешіт медресе салып қана қоймаған, сол жерде ел ұстап отырған ел болған, өзінің айналасында 10 гектар ағаш, жеміс ағаш егіп, содан шыққан жемістерін халыққа саттырып отырған. Әсіресе мына Темір қаласында жүріп отырған жәрмеңкеге халыққа көп саттырып отырған. Және бұл кісінің көп маңайындағы сол бұлақтарда нелер ұстап, соның бұлақ, сол жерде бұлақ бар, сол бұлақтан ел көп пайдасын күні бүгінге дейін әлі күнге шейін сол пайдасын көріп отыр. Бұл кісі енді екі мәселеде хат жазады. Бірінші мынау жер мәселесі. Сол кездерде білесіздер, орыс мұжықтарының қазақ даласына келіп шұрайлы жерлерді алып отыруы, соған қарсы петиция. Екінші, Қазақстанда өзіміздің муфтияттың болуын, діни бір орталықтың болуын қалап хат жазып, соған мәселе көтереді. Оған өзінің кейін күйеу баласы болған, өзінің сол медресесінде ұстаз болған Жұмағали Оразұлы деген кісі де үлесін қосқан. Бірақ енді бұл кісілерде хатын аяқсыз қалдырды. Себебі ол патша үкімет үшін, сол кездегі орыс басқарушылар үшін тиімсіз еді. Сондықтан, бірақ сол оған қарамастан бұл кісі көп мәселелерді көтерген. Сонымен бірге бұл кісі қажылыққа өмірінде 3 рет барған дейтін болсақ, сол қажылыққа екінші барған сәтінде Құнанбай қажыларменен барлығы кездесіп бірге баруы, сол кезде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айтады, 120 қазақ бірге барған деп. Кіші жүзден 100 қазақ, қалғаны осы 20 қазақ осы орта жүзден жан-жақтан қосылып барған. Сонда Құнанбай қажыларменен кездесіп, сол жерде үлкен Такия қонақ үйінің салынуына мұрындық болған кісілер. Бірнеше адамның бірігуіменен, ұйымдасуыменен, бірақ сол салынудың басы қасында көбіне құжатына жүгіруінде көбіне осы Досжан атамыздың еңбегі өте зор болған. Сол софылық әлеміндегі үлкен атақты ишандар осы кісіге Хазірет ишан деген атақты берді. Ол атақ қаншама осы софылық жолындағы үлкен ілім еңбектердің жемісінің арқасында оның өте күштілігін мойындатып отырып, ол атақтарды берген.